Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі тез салынатын және де ерекше болып шығатын торт жасаймыз. Бұл торттың аты сникерс торты. Осы тортты жасап көрмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі өте дәмді болып шығады, нағыз сникерс сияқты болып шығады. Қарасаңыздаршы, кесілген кездегісі өте әдемі көрініп тұр. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 240 грамм ұн. Осы ұнымызға 150 грамм сары майымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде майды ерітіп қоссаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты салқын күйінде қоссаңыздар да болады. Май мен ұнымызды жақсылап араластырып, үгітіп аламыз. Келесі кезекте бізге керегі 3 ас қасық какао ұнтағы, 1 шай қасық қопсытқыш, 70 грамм шекер және де 1 жұмыртқамызды қосамыз да қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Достар, осы сникерс тортымыздың толық құрамын мен осы видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден көріңіздер. Қараңыздар достар, бізде осындай жұмсақ, біркелкі қамыр шығуы қажет, шоколадты қамыр болып шығады. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Бір бөлігін кішкентай қылып, екінші бөлігін үлкендеу қылып бөліңіздер. Осы үлкендеу бөлігін біз формамыздың асты жағына қоятын боламыз, ал кішкентай бөлігін формамыздың шет-шетіне, яғни бортики қылып жасап шығатын боламыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін формамызға әкеп, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Бұл жерде қолдың немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Менің осы формамның диаметрі 25 см. Үйлеріңізде қандай форма бар, сол формаға пісіре берсеңіздер болады. Қамырымыздың үлкен бөлігін формамызға жақсылап тұрып орналастырып болған соң, енді кішкентай бөлігін алып, мына видеодағыдай шет-шеттеріне жабыстырып шығатын боламыз. Қамырларыңыз тегіс болғанын қаласаңыздар, осылай қасықтың көмегімен қамырларыңыздың шет-шетін осылай тегістеп шығасыздар. Ендігі кезекте бізге керегі шанышқы. Шанышқының көмегімен осылай қамырымыздың үстінен тесіп шығатын боламыз. Бұлай жасауымыздың себебі, қазір біз осы қамырымызды пеште пісіріп аламыз. Қатты көтеріліп кетпес үшін осылай тесіп шығуларыңыз қажет. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10 мен 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Қамырымыз пеште пісіп жатқан кезде салмасын дайындайық. Ол үшін бізге керегі 1 банка вареный сгущенка. Осы сгущенкаға арахис әкеп қосамыз, яғни жаңғақ. Бұл жерде менде 150 грамм. Осы 150 граммның бәрін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің сникерс пирогымыздың салмасы дайын болды. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Пісіп болған соң 10-15 минуттай суытамыз. Суытып болған соң енді салмамызды әкеліп саламыз. Біздің бағанағы салмамыз вареный сгущенка мен арахис. Осыларды салып, жақсылап тұрып тегістейміз. Шпательдің көмегімен жақсылап тұрып тегістеп болған соң, енді осы пирогымызды міндетті түрде тоңазытқышқа, яғни холодильникте ұстауымыз керек. Мен осы пирогты кешке пісірдім. Енді осы кешке пісірген соң, түні бойы осы пирогым менде холодильникте тұрды. Егер сіздер осы пирогты азандап пісіретін болсаңыздар, онда кемінде 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Мына жерде менің пирогым түні бойы тоңазытқышта тұрды. Салмасы жақсылап тұрып қатты. Енді шоколадты ерітіп қосатын боламыз. Менде бұл жерде 90 грамм Қазақстан шоколады, яғни қара шоколад, горький шоколад, және де 30 грамм сары май. Осы күйін жақсылап тұрып микроволновкада ерітіп аламыз осылай. Сосын бізге керегі осындай тағы да арахис. Бұл жерде біздің арахисіміз майдаланылған арахис деп айтсақ та болады. 30 грамм осындай арахисімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей біздің ганашымыз дайын болды. Енді осы ганашымызды біздің пирогымыздың үстіне құямыз. Құямызды жақсылап тұрып тегістеп шығамыз.
Достар, осы менің YouTube каналымнан басқа да өте дәмді ерекше пирогтардың рецептісін таба аласыздар. Мысалы, сүзбелі бәліштің, пахлаваның, пончиктің және де тағы да басқа өте дәмді балалардың сүйіп жейтін тәттілерін таба аласыздар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа тәттілерді көруді ұмытпаңыздар. Ганашымызды тегістеп болған соң, енді осы пирогымызды 1-2 сағатқа тағы да тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бұл жерде біздің шоколадымыз қатса болғаны. Қараңыздар достар, біздің пирогымыздың шоколады қатты, демек осы тортымызды кесіп дәмін татып көре беруге болады деген сөз. Кесілген кездегі көрінісі өте әдемі көрініп тұр, түрі аппетитті болып тұр. Сіздер де осыны міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы сникерс пирогты жасау өте оңай, өздеріңіз менімен келісетін шығарсыздар. Осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, онда осы пирогтың жасалу жолы өте оңай екенін білесіздер. Осы пирогты жасап, жақындарыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.